Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен Перизат менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Менің видеомды соңына шейін көруді сұраймын. Өте керемет дамский палчик рецептісімен бөліспекшімін. Ол үшін осылай сармайымызды салып, суымызды құйып, 200 грамм су, 200 грамм сармай, мен барлық құрамын описание бөлімінде қалдырам. Сол жерден көріп жасасаңыздар болады. Осылай ұнымызды салып, міндетті түрде жақсылап баяу отта араластырып аламыз. Түйіршіктері қалмау керек. Осылай жақсылап араластырамыз. Дәмі ерекше, ауызға салса еритін дамский пальчик торты. Ал енді біз жақсылап суытып алдық. Осылай енді жұмыртқамызды, 6 жұмыртқа салдым. 6 жұмыртқамызды жарып алып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сіздерде жасап көрсеңіздер болады. Бір жасағаннан дамский палчик шығады. Осылай міне. Ал енді біз насаткамызды салып, осылай мешочка салып, осылай саламыз. Егерде сіздерде насатка болмаған жағдайда пышақпен, қасықпен, пышақпен көмегімен жасасаңыздар да болады. Кесіп-кесіп. Ал енді біз бұны 200 градус пеште пісіріп алдық. Осылай барлығын пісіріп алдық. Ал менде бипак крем, енді мен кремін дайындайын деп жатырмын. Осылай. Менде бүгін ауызашар, сол себепті барлығын қойдым. Бір жасағандарыңыздан 4 немесе 5 тарелка шығады. Осылай сгущенка құйып, сахарный пудра салып жібердім. Сахарный салсаңыздар дәмі ерекше болады. Тәтті. Ал енді жақсылап араластыратын боламыз. Көп араластыруға болмайды. Қою болып қалуы мүмкін. Сол себепті көріп тұрасыздар. Ал міне болып қалды. Менде осындай тарелкадан 6 тарелка жасадым. Бір жасағаным 4 тарелка шығады, ал мен 3 рет жасап алдым. Осылай реттеп қойып шыға бересіздер, сәндеп өздеріңіздің қалауларыңызбен. Дәмі деген керемет болады. Осылай барлығын батырып қойып шығатын боламыз. Ал енді біз шоколадымызды салып, осылай кішкене сливки құйып жібереміз. Ыстық суда шоколадымызды ертіп аламыз. Осылай үстіне сәндегенге құйсаңыздар болады. Сіздермен болған Перизат.